Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Мен Теміртау қаласы білім бөлімінің номер 9-шы лицейінің математика пәні мұғалімі Доспанова Бекзат Бердалиевна. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты координаталар жүйесі, координаталық жазықтық. Осы сабағымыздың мақсаттары: координаталық жазықтық ұғымын меңгеру, тікбұрышты координаталар жүйесін салу, X-Y реттелген сандар жұбы тікбұрышты координаталар жүйесінде нүктені беретін және әрбір нүктеге нүктенің координаталары деп аталатын бір ғана реттелген сандар жұбының сәйкес болатынын түсіну. Енді осы координаталық жазықтықты қарастырайық. Санақ басы O нүктесінде қиылысатын өзара перпендикуляр бірлік кесінділері бірдей екі координаталық түзуді тікбұрышты координаталар жүйесі деп атайды. Осы тікбұрышты координаталар жүйесі француз философы және математика Рене Декарттың құрметіне Декарттық координаталар жүйесі деп те аталады. Тікбұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтықты координаталық жазықтық деп атайды. Осы мына координаталық жүйені сендер дәптерлеріңе сызсаңдар, сол дәптердің беті координаталық жазықтық болады. Егер осы координаталық жүйені, мына перпендикуляр түзулерді біз тақтаға жазсақ, онда тақтаның беті координаталық жазықтық болады. Міне координаталық жазықтықтың суретін қойдық мына жерге. Енді осы координаталар деген сөздің өзі латын алфавитінен алынған. Координатус деген қазақшасы реттелген деген мағынаны білдіреді. Яғни координаталар түзулерінеке координаталар осьтер деп аталады. Мысалға, мына осьті біз мына горизонталь жатқан осьті біз OX осі дейміз, мына вертикаль тұрған осьті OY осі дейміз. Олардың санақ басы бар және әр бір клеткі бір деп белгіленген. Көріп тұрсыңдар, бір клеткімен белгіленген. Мына OX осі солдан оңға қарай бағытталған, OY осі төменнен жоғары қарай бағытталған. Әрбір бір клеткі бір бөлікке бөлінген. Осы OX осі абсцисса осі деп аталады. Оның атауы бар. Және осы осьтің бойындағы кез келген нүктелерді біз X пен белгілейтін боламыз. OY осі бізде төменнен жоғары қарай бағытталған. Әрбір бөлігі бір клеткіден төменгі нөлден төменгі жағы теріс сандар, нөлден жоғары жағы оң сандар. OY осін біз ордината деп атаймыз. Ордината. Ол осьтің бойындағы кез келген нүктені біз Y әрпімен белгілейміз. Осы берілген нүктелердің абсциссасы мен ординатасы нүктенің координаттары деп аталады. Координатасы, мысалға, бір кез келген нүктені алсақ, X 2-ге, Y 3-ге тең болса, осы нүктенің координаталары 2-де 3 деп белгілейміз. Және осы перпендикуляр түзулердің ортасында міне қиылысу нүктесін O әріпімен белгіледік. Неге O әріпімен? Себебі осы латын алфавитінде ориго деген сөз басталу деген мағынаны білдіреді екен. Сол оригоның ең бірінші әріпі O, міне сол O әріпімен белгіледік. Енді кез келген нүктенің координаталарын жазған кезде біз сол әріптің жаңағы координаттарын жақша ішіне аламыз. Мына жерде мынандай мысал келтірілген. D деген әріп берілген нүкте, оның координаттары мысалда 2-де 5 деген. Енді осыны салайық. Бірінші тұрғаны X, мен жерге жазып қояйын, X, Y деп. Бірінші тұрғаны X, X-ті абсцисса осіндегі нүктені бірінші жазамыз. Және Y-гі 5, міне 5. Екеуінің қиылысқан жерінен нүкте белгілейміз. Мына жерге кішкене көрінбейтін пункттер сызықтармен көрсетіп қояйын. Осы D нүктесі. D нүктесінің абсциссасы 2-ге, ординатасы 5-ге тең. Яғни D нүктесінің координаталары 2-де 5 деп оқимыз.
түсінікті шығар деп ойлаймын, балалар. Енді келесіге өту үшін мына жазғандарымызды өшіріп отыруымыз керек болады бізге. Координаталық жазықтықта әрбір реттелген сандар жұбы x, y осы сандар жұбының координаталары болатын бір ғана нүктеге сәйкес келеді. Яғни кез келген нүктенің бір ғана координаттары бар, x, y. Дәл осы x мен y дәл осыған сәйкес келетін басқа нүкте жоқ. Егер бар болса, онда бірінің үстіне бірі келіп беттесетін болады. Координата осьтері, мына OX және OY осьтері жазықтықты 4 бөлікке бөледі. Сағат тіліне қарама-қарсы бағытта санайтын боламыз. Бірінші ширек, екінші, үшінші және төртінші ширектерге бөлді. Енді осы ширектердің ішіндегі абсцисса және ординаталарының таңбаларын қарастырамыз. Бірінші тұрған x, екінші тұрған y-ге білеміз. Демек, абсциссаның таңбасы оң, ординатаның таңбасы да оң болып тұр. Осы жерден кез келген нүктені алып x өсімен қиылыстырсақ, мінекей, барлығы оң сандар. Осы нүктені алып y өсімен қиылыстырсақ, барлығы оң сандар. Демек, осы бірінші ширектегі нүктелердің абсциссасы да, ординатасының да таңбасы оң болады екен. Екінші ширекте абсциссасы теріс, ординатасы оң дейді. Осы ширекте кез келген нүктені алып x өсімен қиылыстырсақ, мінекей, теріс сандарға сәйкес келіп тұр. Ал енді осы екінші ширектегі кез келген санды y өсімен қиылыстырсақ та, тек оң сандарға сәйкес келіп тұр. Міне содан мына жердегі абсциссасының таңбасы теріс, ординатаның таңбасы оң деген мағынаны осыдан түсінеміз. Үшінші ширекте екеуі де теріс дейді. Кез келген нүктені абсциссамен x өсімен қиылыстырсақ та теріс санға сәйкес келеді. Y өсімен қиылыстырсақ та теріс санға сәйкес келеді екен. Демек, үшінші ширекте абсциссаның да, ординатаның да таңбасы теріс сан болады екен. Төртінші ширекке келсек, балалар, абсциссасының таңбасы оң, ординатаның таңбасы теріс дейді. Абсцисса деген x өсі дедік. Осы төртінші ширектегі кез келген нүктені мына x пен қиылыстырсақ, қарап отырсаңдар, тек оң сандарға сәйкес кеп тұр. Ал енді y пен қиылыстырсақ, тек теріс сандарға сәйкес кеп тұр. Сонда төртінші ширекте абсциссасының таңбасы оң, ординатаның таңбасы теріс болып тұр. Әрі қарай кеттік. Мына жерде бізге мынандай координаталық жазықтық көрсетілген. Осының кез келген жерінен біз қазір нүкте белгілейміз. Мына жерге белгілейін мен мынандай қылып. А нүктесі деймін. Міне. Және мына жерге В нүктесі деймін. Мына жерге С нүктесі дейін. Мына жерге мен Д нүктесі деп белгілеп қояйын. Енді осы берілген нүктелердің координаталарын жазайық. Бірінші А нүктесін жазамыз. А нүктесі x нешеге тең болып тұр? X 2-ге сәйкес кеп тұр абсциссасы. Y 3-ге сәйкес кеп тұр. Демек, А нүктесінің координаталары 2-де 3. Міне, келесі В нүктесі x өсімен қиылыстырсақ 0, y өсінің бойында 2-де жатыр. Демек, В нүктесінің координаталары 0-де 2. С нүктесін алайық. X -2, y 1. Демек, С нүктесінің координаталары -2-де 1-ге сәйкес кеп тұр. Келесі Д нүктесінің координатасын жазып жіберейік. X өсінің бойында 1-ге,
Y осінің бойынан минус 3-ке. Яғни D нүктесінің координаталары 1-де минус 3 екен. Міне берілген нүктелердің координаталарын X осімен және Y осімен қиылыстырып, осылай тауып алады екенбіз. Келесі оқулықтан балалар 1078-ші номерлі есепті шығарып көрейік. Тікбұрышты координаталар жүйесін сызып, координаталар берілген нүктелерді белгілеңдер дейді. Міне тікбұрышты координаталар жүйесін сызып қойдық. Осының бойынан X 2-ге, Y 3-ге тең болатын нүктені салу керек. Демек, бірінші жазып қойып. Біріншісі X тең 2, Y тең 3 дейді. Осы нүктені саламыз. X осінің бойынан 2, Y осінің бойынан 3. Міне нүктеміз мына жерде болды. Міне бұлай. Көрінбейтін сызықтармен сызып қоямыз. Осы нүктені балалар А нүктесі деп белгілейік. Сонда бізде А нүктесінің координаталары 2-де 3 екен. 2-де 3. Келесі екіншісі X тең минус 3-ке екен. Минус 3-ке. Мына жер кішкене. X тең минус 3-ке. Дұрыстап жаз жіберейік. X тең минус 3-ке. Y тең 1-ге. Қазір осыны саламыз. X-тің бойынан минус 3, Y-тің бойынан 1. Міне мына жерде бізде V нүктесі тұр. Міне. Сонда V нүктесінің координаталары минус 3-те 1. Жазып қойдық. Осындай қылып әрі қарай шығара береміз. Тағы біреуін көрейік. X тең минус 4, Y тең минус 2 дейді. Осы нүктені салайық. X-тің бойынан міне минус 4, Y-тің бойынан минус 2, екеуінің қиылысқан жерінде, мына жерде мінекей С нүктесі дейік. С нүктесінің координаталарын жазатын болсақ, минус 4-те минус 2 екен. Міне осындай қылып балалар жазып шығара береміз. Мына X осіне қарап отырып, әрі қарай белгілеп кете береміз. Оны өшіріп алдық, келесіде 1079-шы есеп екен. Нүктелерді координаталарымен жазыңдар дейді. Яғни, мына жерде нүктелер берілген, солардың координаталарын жазуымыз керек. Бірінші бізде асында қарастырайық. А нүктесінің координаталары қарап отырсындар, міне X минус 3, Y 1 екен. Демек, координаталары минус 3-те 1. В нүктесіне қараймыз. X 2, Y 4. Жазамыз. В нүктесінің координаталары 2-да 4 екен. Тағы С нүктесі бар бізде. X 3, Y минус 3. Демек, С нүктесінің координаталары X-та 3-та минус 3 екен. Бірінші X жазылады, е? Келесі D нүктесін жаз жіберейік енді. X минус 4, Y минус 5. Демек, координаталары D нүктесінің минус 4-те минус 5-ке сәйкес келеді екен. Міне балалар, осыған қарап отырып, X осімен Y осімен қиылыстырып, кез келген нүктенің координаталарын жаза алады екенбіз. Енді балалар, сіздерге тапсырма.
Мына жерде нүктелер берілген. Осы нүктелерді координаталары бойынша белгілейсіңдер координаталық жазықтыққа. Ол нүктелерді қосқан кезде сурет пайда болады. Содан кейін қандай сурет шыққанын қарайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.